Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Аяз Қазгидромет ауа райына байланысты ескерту жасады. 7 қазанда Қазақстанның 12 облысында ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды деп хабарлайды Түркістан КЗ. Қазгидромет РМК сілтеме жасап, синоптиктердің мәліметінше, еліміздің бірқатар өңірлерінде тұман, аяз, екпінді жел және өрт қаупінің жоғары деңгейі күтіледі. Ақмола облысында түнде және таңертең батыс пен солтүстік аудандарында тұман түседі. Ақтөбе мен Атырау облыстарында өрт қаупі жоғары және төтенше деңгейде сақталып отыр. Жамбыл облысында таулы аудандарда тұман түсіп, желдің жылдамдығы 15-20 метр/секундқа дейін күшейеді. Ал түнде 1-3 градус аяз болады. Жетісу облысында түнгі уақытта 1-6 градусқа дейін аяз күтіледі. Алакөл маңында желдің екпіні 20 метр/секундқа дейін жетеді. Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Ұлытау облыстарында өрт қаупі жоғары деңгейге сақталуда. Қостанай мен солтүстік Қазақстан облысында түнде және таңертең тұман түседі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.